Bugungi kunda ta'lim sohasida, shu bilan birgalikda jamoatchilik ishlarida ham nuroniylarimizning faol ekanliklari bizni xursand qiladi. Biz esa hozir mana shunday faol nuroniylarimizning biri bilan tanishtiramiz va suhbatlashamiz. Nuroniylarga prezidentimiz tarafidan albatta ko'p imkoniyatlar yaratilib beryapti. Ularning poyezdda yuruvi, samolyotda yuruvi 50% belgilangan bo'lsa, ularga kasblik avham tarafidan bepul yo'llamalar berilib atribdi. Ular emlanxonalarga жатқанақта bepul darilar bilan ham koykalar bilan ta'minlanib atribdi. Nuroniy bo'ladigan bo'lsa, to'rga chiq, shasilkon deb to'rda ko'rsatib atribdi. Bu albatta prezidentimizdan boshlab eng kichkantay aqlliq balalarımızga şekim nuroniylar hürmetli bo'lu kerak. Sebebi nuroniy orqali bizlarning elimizning urf adati, dasturi belgili bo'ladi, sinoqqa tushadi. Har yerda nuroniylar hürmetli bo'lsa, elning o'zboshchiligi bekkin bo'ladi. Xalqda naql bor-ku, karsi bor, uyning perisi bor degan. Bu xalqimizning boyligida o'sha nuroniylar. Qaysi elda nuroniylar ko'proq umr suradi degan statistika borda, qaysi elda nuroniyning jасы жоғары болса, демек сол ел елің бақытлы ел болып есептелінеді. Мысалы үшін Японияда. Әлбетте нуронилардан өз кезегінде осы бүгінгі күнімізге шүкраналық айтып, кешегі күнменен салыстырып, жастарды бір әдеп ықрамлыққа, нормаларға түсіріп отырса, мен жасыл көйлерден соны тілер едім. Себебі біз көп нәрсені көргенбіз, көп нәрсені басымыздан кешіргенбіз. Біз жастарға әлбетте жан-жағынан үлгі болуымыз керек, әмме уақытта олардың бір айнасы болуымыз керек деп өзім ойлаймын. Президентіміздің жастарға беріп атқан имканиятлары сан-санақсыз. Әсіресе Қарақалпақстан жастары үшін өз алдына олардың оқу үшін, магистратурада оқуды давам ету үшін, кейін ilmi жұмыстарын давам ету үшін берілген квоталары есапсансыз. Ертең жоғары оқу орындарына кіремін деп жоғарыдан планды алған оқушылар әрмалларды жоғарыдан қояды. Олар қазір сертификат алып, 11 класс біткеремен дегенше 5 пәннен 5 сертификат алып, жоғары оқу орнына грантпен кіріп атырыпты. Міне оқушылар арасындағы саламат ойлау қабілеті пайда болып атырыпты. Қазір мектебімізде 40-лаған оқушыда сертификатлар бар. Әттекі шет елдің сертификатлары бар. 7 балл, 8 баллға шыққан өсіп атырыпты. Бұл әлбетте қазіргі дәуірдегі балаларға берілген, оқушыларға берілген имканиятлардан пайдаланып, оқушылардың жетіскеншіліктер деп ойлаймын. Сондай-ақ бұл жерде тек оқушының емес, оларды дұрыс бағдарлаған ата-аналардың, дұрыс бағдарлаған оларға тәлім тәрбие берген мұғалімдердің үлесі зор.